Алла Тағала Бақара сүресінің 163 аятында бұлай дейді: «Ва илахукум илаху вахида, ла илаха илля хуар-рахманур рахим». Сіздердің құдайларын бір ғана Алла Тағала, одан басқа ешбір құдай жоқ, ол аса мейірімді, аса рақымды. Біздің дініміздің негізгі қағидасы ол тек қана бір ғана Алла Тағалаға құлшылық қылу, тек қана одан сұрау. Сондықтан да мұсылман баласы күнделікті Фатиха сүресінде «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ияка на'буду ва ияка настаин». Тек қана саған құлшылық қыламыз, тек қана сенен ғана жәрдем тілейміз. Және де мұсылман адамның күнделікті оқитын тағы да бір сүресі бар, ол Ихлас сүресі. Сол сүреде біз былай деп айтамыз: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, қул хуаллаху ахад». Айт, ол Алла Тағала жалғыз, Аллаху самад. Алла Тағала ешкімге және еш нәрсеге мұқтаж емес, керісінше барлығы оған мұқтаж. Ләм ялид ва ләм юлад. Ол ешкімді тумады да, өзі де ешкімнен туылмады. Ва ләм якун лаху куфуан ахад. Және Алла Тағалаға ешкім тең емес дейді. Оған ешкім тең емес. Яғни біз тек қана Алла Тағаланың бір екенін білеміз. Және де Алла Тағаланың ешқандай серігі жоқ екенін сенеміз. Алла Тағала еш нәрсе ұқсамайды. Алла Тағаланың балалары, ұрпақтары болмайды. Алла Тағала бұл нәрсеге еш мұқтаж емес. Керісінше Алла Тағала барлығымызды жаратып, біздің барлығымыз оған ғана мұқтажбыз. Ал енді келесі аятта Алла Тағала өзінің жалғыз екенін, өзінің шексіз құдіретін міне тағы да бізге бұлай түсіндіріп айтады. 164 аятында: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари вал фульки аллати тажри фил бахри бима янфаун нас ва ма анзалаллаху минас самаи мин маин фа ахья бихил арда ба'да маутиха ва басса фиха мин кулли даббатин ва тасрифир рияхи вас сахабил мусаххар байнас самаи вал арди ла аятин лиқауми яқилун». Мағынасы: көк пен жердің жаратылуында, күн мен түннің кезектесуінде, адамдардың пайдасы үшін теңізде жүзген кемелерде, Алланың көктен жаңбыр жаудырып, сол арқылы өлген жерді жандандыруында, сондай-ақ одан әр алуан жан-жануарларды таратуында, бағыт өзгертіп соғатын желдерді және жер мен көктің аралығындағы бағынышты бұлттарды басқаруында, ақыл иелері үшін жаратушының бірден бір екенін дәлелдейтін даусыз дәлелдер бар дейді. Шынымен де міне осы айтылған жаратылыстарда, аспан мен жерлердің жаратылысында, күн мен түннің ауысуында шынымен де біз түсінеміз, бұл аса құдіретті ұлы жаратушымыздың қалауымен, құдіретімен жүзеге асатын нәрселер. Біз кей кезде қандай да бір мүмкін телефонға таңғалып жатамыз, неткен күшті деп, немесе қандай да бір көлікке, қандай да бір басқа бір затқа. Бірақ та күнделікті болып жатқан міне мынау күн мен түннің өзгерісі, жаңбыр жауы, кемелердің қозғалуы суда. Осылардың барлығына жақсылап мән бермейміз. Бейне бір олардан бейхабар сияқтымыз. Шынымен де осы нәрселерге үңіліп қарайтын болсақ, сол кезде біз аса құдіретті, аса күшті жаратушының бар екенін аңғарып, оған ғана шынайы иман келтіреміз. Әрбір нәрсенің жаратушысы бар, ал енді мына ұлы нәрселерді әрине басқарып тұратын бір құдайы бар. Ол да Алла Тағала. Міне мұсылман баласы осының бәрін аңғарады, осының бәрін түсінеді. Сондықтан да Алла Тағала айтқандай, міне ақыл иелері үшін бұл нәрселерде анық дәлелдер бар, яғни Құдайдың бар екенінде. Міне бүгінгі біз айтқан тақырыбымыз осы 164 аяттар. Алла Тағала бәрімізге пайдалы етсін бұларды. Амин.